Сәлеметсіздер ме? Мен Сәулет мектеп лицейінің 10-шы А сынып оқушысы Жұмабай Жанбота, және де мен таңдаған мамандық ол маркетолог. Маркетолог деген кім? Маркетолог ол нарықты зерттеп, өнім мен қызметті тұтынушыға тиімді жолмен ұсынатын маман, ол компания мен клиент арасындағы байланысты қалыптастырушы. Осы маркетолог мамандығының шығу тарихы, яғни маркетинг бізде 20-шы ғасырдың басында сауда мен өндірістің дамуына байланысты пайда болған. Яғни бұрын ол тек өнімді сату маңызды болды, ал қазір тұтынушының қажеттілігі ең бірінші орында. Маркетологтың негізгі міндеттеріне келетін болсақ, ол бізде нарықты зерттеу, мақсатты аудиторияны анықтау, жарнама стратегиясын жасау, бренд имиджін қалыптастыру және әлеуметтік желілермен жұмыс. Маркетинг салаларына келетін болсақ, ол бізде диджитал маркетинг, SMM, яғни әлеуметтік желі маркетингі, PR және бренд менеджмент және контент маркетинг пен аналитикалық маркетинг. Осы саладағы танымал мамандарға келетін болсақ, ол бізде маркетингтің атасы әлемге әйгілі ғалым Филипп Котлер және маркетинг және бренд стратегиясы бойынша сарапшы Сет Годин, диджитал маркетинг маманы кәсіпкер Гарри Вайнерчук және интернет-маркетинг және SEO маманы Нил Паттел және жарнама индустриясының аңызы Дэвид Огилви. Маркетологқа қажетті қасиеттер мен қабілеттер олар бізде аналитикалық қабілет, жауапкершілік, шығармашылық ойлау, адамдармен тіл табысу және ең маңыздысы трендтерден хабардар болу. Бұл маркетинг мамандығы маған не үшін тартымды? Ең біріншіден ол адамдардың мінез-құлқын зерттеу қызықты, шығармашылық пен логиканы біріктіреді және ол маған идея ойлап табуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар нақты нәтиже көруге болады. Осы маркетолог мамандығының оң жақтарына келетін болсақ, ол мамандық маған өте қызықты әрі креативті, оның сұранысы жоғары және жалақысы тәжірибеге қарай өседі, қашықтықтан жұмыс істеуге болады және өз бизнесінде ашуға мүмкіндік береді. Ал осы мамандықтың кері жақтарына келетін болсақ, үнемі жаңа идея мен әрекет қажет және нәтиже бірден көрінбеуі мүмкін және де ол үлкен жауапкершілік талап етеді және ол мамандықта бәсекелестік жоғары. Осы мамандықта жұмыс істеу үшін қайдан білім алуға болады деген сұрақ туындаса, бізде әртүрлі университеттер, яғни экономика және бизнес университеттерінде, маркетинг факультеттерінде білім алуға болады және қазіргі таңда әртүрлі онлайн курстар мен платформалар арқылы білім алуға болады. Осы маркетолог мамандығына оқып жұмыс істеуге болатын салаларға келетін болсақ, ол бізде стартаптар, бизнес және сауда, ірі халықаралық компаниялар, медиа және әлеуметтік желілерде және жарнама агенттіктерінде жұмыс жасауға болады. Осы маркетолог мамандығын мансаптық өсу жолы бізде ең бірінші ол джуниор маркетолог, маркетинг менеджері және бренд менеджер және одан ең жоғары маркетинг директорына көтеріледі. Осы мамандық қазіргі уақытта маркетологтарға, әсіресе диджитал маркетинг салаларында сұраныс өте жоғары, яғни маркетолог идея мен нәтиженің арасын байланыстыратын заманауи мамандық болып келеді. Қорытындылай келе, бұл мамандық менің болашақ жоспарларыма өте сай келеді және маркетолог идея мен нәтижесінің арасын байланыстыратын заманауи мамандық.